Сәлем қыздар, бүгін біз осындай өте дәмді сочники жасайтын боламыз. Мен өзімнің сочники пісіргендегі құпияларым мен әдістерімді бөліскім келеді. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көп сапалы видеолар болады. Осындай өте дәмді болып шықты. Сүзбенің де дәмі керемет шығады. Ең бірінші начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін блендердің ыдысына сахарный пудра мен творогымызды салып, блендермен езіп аламыз. Сіздер олай жасамай қойсаңыздар да болады. Сосын жаңағы начинкамызға бір ас қасық ұн немесе крахмалды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырын дайындауға кірісеміз. Ұнымызға қамыр қопсытқыш, яғни разрыхительді саламыз. Сосын қант және сары майымызды жақсылап үгітеміз, араластырып. Сары май жұмсақтау болғаны дұрыс. Сосын бір жұмыртқа мен қаймақ саламыз. Жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз осындай болады. Ұн сеуіп отырып, қамырымызды жақсылап жаямыз. Шамамен қалыңдығы осылай видеодағыдай болу керек. Стаканның немесе бокалдың көмегімен кесіп алып, осылай ортасына творогтан жасалған начинкамызды салып, бетін қайырып, күшті етіп пісіріп аламыз. Жақсы болып көтеріледі. Бетіне жұмыртқа жағып 180 градуста жасайсыздар. Сосын дастарханға қоюға ұсынамыз. Өте әдемі сочникилеріміз дайын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, қыздар, мүлдем өкінбейсіздер. Дүкеннің тәтті печеньелерінен 1000 есе артық.